Сәлем достар, менің есімім Исмаил Құлан, Кифо бизнес мектебінің негізін салушылардың бірімін, маркетинг бөлімінің басшысымын. Бүгін сіздермен 2018 жылдағы интернет-маркетингтің потенциалды трендтермен бөлісуді жөн көрдім. Сонымен алғашқы потенциалды тренд бізде лайв видеолар. Статистикаға қарағанда осы 2017 жылы лайв видеолардың көрілімі жай ғана видеолардың көріліміне қарағанда 3 есе артық көрсеткіш көрсеткен. Яғни өзіңіздің брендіңізді немесе тауарыңызды жарнама жасаған кезде лайв видеолардың алатын орны ерекше. Екінші, бізде мобильді видеолар. Мобильді телефондар арқылы күніне адамдар әлеуметтік желілерге 75 рет кіреді екен. Соған қарағанда мобильді видеоларды түсірудің орны ерекше екенін байқаймыз. Интернет-маркетингтегі үшінші тренд те осы видеомен байланысты. Ол видео сатылым әкелетін видеороликтер. Сатылым әкелетін видеороликтердің ең басты ерекшелігі ол сіздің сайтыңызға кірген потенциалды тұтынушыңыздың шешім қабылдауына тез әсер етеді. Яғни сатылымды арттыратыны анық. Төртінші тренд бізде ол чат-боттар. Зерттеулерге қарағанда 2020 жылы 85% интернет-магазиндердің трафигі чат-боттар арқылы келетіні анықталды. Интернет-маркетингтегі 2018 жылы күтіліп отырған бесінші бір тренд ол геозондау. Яғни осы күнге дейін 2017 жылдың соңына қарай көп тұтынушылар өздерінің салған посттарының барлығында өзінің тұрғылықты жерін белгілеп отырған. Сондықтан да таргетті жарнама баптаушыларға ескерте кететін жайт, ендігі жерде геозондауды, географиясын таңдауды басты рөл ретінде қарастыру керекпіз. Сонымен қорытындылап өтейік. 2018 жылдың потенциалды интернет-маркетинг трендтері, ол біріншісі лайв видео, екіншісі ол бізде мобильді видео, үшіншісі сатылым әкелетін видео, төртіншісі чат-боттар, бесіншісі бізде геозондау. Осы трендтерді өздеріңіздің маркетингтік стратегияларыңызда міндетті түрде пайдаланыңыздар. Сонымен қатар 2018 жылы күтіліп отырған потенциалды интернет-маркетинг трендтері негізінен өте көп. Егер де сіз осылардың кейбірімен таныс болсаңыз, төменде комментарийге қалдырыңыз. Мен келесі видеомды дәл осы сіз айтқан потенциалды трендтерге арнайтын боламын. Осы айтқан мәліметтерді пайдалы деп есептесеңіздер, лайк басыңыздар және де біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.